Назарбаев зияткерлік мектептерінің Niche Teachers Volunteers желілік волонтерлік клубы ұйымдастырған жыл сайынғы жеңіс ағашы акциясы аясында 2021 жылдың 10 мамырында Тараз қаласының тұрғыны Ұлы Отан соғысының ардагері Ережепбаев Муталип қариямен бірлесіп ағаш көшетін отырғызу шарасы өтілді. Бабалар дәстүрі бойынша атадан мал қалғанша тал қалсын демекші, бұл көшеттер келешекте бейбітшіліктің нышаны, жеңістің символы, ұлы ерліктің ұмытылмас естелігі болары анық. Елбасының мектебіне мың жаса деп алғыс айтқым келеді айналайын. Жақсы, сау-саламат еліңе ермей қызмет ете беріңдер. Сендер болашақта ең жақсы адамның қамының негізін құрайтын сендер ғой айналайын.